түбі түркі, түлігі жылқы. Атасы алаш, келгесі ағаш. Алтын қасықтай ұлдары белеген, күміс қасықтай қыстары белеген. Қазандары оттан түспеген, ұлдары аттан түспеген. Құлжадай қарулы аталарым, құрмадай қадірлі афаларым. Жаңғақтай қатты үндер, шәрбақтай тәтті қарындастар. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, көк төренің ұлы болған, көк төбенің құлы болған, Атырау елінің беделді ағайынына ассалаумағалейкум дедім. Бастарым бақытты болсын, астарым тақты болсын. Бүгінгі тойдың иесі Амантай атам мен Саяжемнің өмірі ұзақ болсын, көңілдері шатты болсын, махаббаттары тәтті болсын. Осы тілекке қосылғандардың шапалақтары қатты болсын ағайын. Ағайын, осы тойға келген қонақтың екі түрі болады дейді. Есть два вида гостей. Бірінші қонақ сынап келеді, подаркам жоқ деп жылап келеді, саған берудің орнына сенен сұрап келеді. Жүрек жарды лебізі болмаған соң, тілегін оннан құрап келеді. Ойбай, тамададан микрофонды алып, бір сағаттан соң бірақ береді. Ал екінші қонақ сыйлап келеді, сен үшін подаркасын жинап келеді. Сен алмайын десең де қинап береді. Той үшін алтын уақытын қиып келеді. Әйелдер шаштарын жиып келеді. Өздері көп сөйлемейді, төгіп келеді. Қанша қалжыңдасам да көтеріп тілдерін тегіп келеді. Қандай керемет болса да үлкен бастарын иіп береді, бетімнен сүйіп береді, подаркасын иіп береді. Міне осындай қонақтың мәртебесі әрдайым биік келеді ағайын. Ал ағайын, айтыңыздаршы, осы Нағаш атамның туған күніне сынап келдіңіздер ме, сыйлап келдіңіздер ме? Егер шын сыйлап келсеңдер, маған қарсы келмейсіңдер. Мен сөйлегенде сөзімді бөлмейсіздер. Абыр-дабыр детсат болмай қысқа данышқа сөйлейсіздер. Нағаш атамның туған күнінде 2 сағат сөйлемесеңіздер өлмейсіздер. Далаға бір кісі шығып кетсе, артынан 10 адам келмейсіздер. Егер де осы шарттарға көнбейсіздер, следующий тойға келмейсіздер. Просто так шутка ғой, ача шапалақ бермейсіздер, а? Ал енді ағайынына жасап атқан тойымыз Қазақстанда болып жатыр ғой. Тек Қазақстанда ғана біздікі емес, бүкіл әлем біздікі. Мақтанбай-ақ сөйлейін, сөзімді менің мақтандыр. Жаттанбай-ақ сөйлейін, сөзімді менің жаттандыр. Өзбекстан қазақтікі, қазақ малын батқан жер. Монғолия білсең біздікі, жалаңтөс баһадүрмен төле би орнын тапқан жер. Россия ренжімесін, Москвада біздікі, Момыштың ұлы Бауыржан немістің басын шапқан жер. Бүкіл әлем біздікі, қазақтар жүрген аптал бел. Немістер ренжімесін, Германияда біздікі, 9 май күні Рахымжан Қошқарбаевтар рейсті қатуды таққан жер. Парижді білсең біздікі, Әмір аға Мәнсауыт жұлдыздай болып аққан жер. Францияда біздікі, Қажымұқан бабамын күресіп, маңдайынан аққан тер. Қытайда Шыңжаң біздікі, қазақтың көшін сүйретіп, қара жырғасын билетіп, қандас бауырларының арайлаптан атқан жер. Николай патша кезінде алтын күміске сатқан жер. Египетте біздікі, түгел Мысырды билеген бейбарыс бабам жатқан жер. Аспанда ғарыш біздікі, Байқоңырдан бүркілеп, Талғат пен Тоқтар қосылып, алауын барып жатқан жер. Жалауын барып қаққан жер. По-моему, өтірік айтып жатқан сияқты чөт ешіп қошақпай жатыр. Сөйлей берейін, бері қалай келейін. Швейцарияда біздікі, Храпунов күйеу баламыз ақшаларын тыққан жер. Австрияда біздікі, Рахат Әлиев қашқан жер. Атырауда біздікі, боранына қарамай, алталашын жиылып, тойын тойлап жатқан жер. Ағайын, осы тойда 250 адам отыр ма? Мен ойлаймын, осы 250 адамның әрқайсының ойлайтын ойы бар. Мысалы, аңқау адам ай сайын келетін айлықты қалайды, жалқау адам төбеден түскен байлықты қалайды. Аттың сырын білетінді жорғаны қалайды, шегенің сырын білетіндер балғаны қалайды. Коммерсант товардың өткенін қалайды, сараң адам қонақтың кеткенін қалайды. Соғыстың сырын білетіндер бейбітшілікті қалайды. Осындай тойдың сырын
болмаған. Сонда бүгінгі той нені қалайды ағайын? Бүгінгі той тілектің тәттісін қалайды, сыйлықтың жақсысын қалайды, жадыраңқы жанды қалайды, шырқаулы әнді қалайды, шекпелі күйді қалайды, мұң бұралған күйді қалайды. Тамақты қалайды, салатты қалайды, өкпелемейтін қонақты қалайды, жасты қалайды, досты қалайды. Амантайдай атамыз Нұрсаядай әжемді қалайды, мәңгі бірге жүруді қалайды. Мәңгі бірге жүруді қалайды, жақсы жанұялардың қатарына кіруді қалайды, мағыналы ғұмырды қалайды. Ал енді тойға келген ағайын осы Амантай атам мен Сая әжеме қол соғуды қалайды десем бола ма? Деп отқан шығарсыздар. Мен мұна Амантай атаның туған жиені болам. Қазақ атам айтады ғой, қозы мал болмас, жиен ел болмас дейді. Мен бірақ ойлаймын, қозы мал болады, қойыңды басқарса, жиен ел болады, тойыңды басқарса дейді ғой. Өзімді таныстырып өтейін, осындай үлкен қауымға сұрасаңыз руымды байұлынан тараған батыр бабам Төремұрат әруағы қолдаған 3 әріптен тұратын великий таз баласы мен боламын. Нағашымды сұрасаң Махамбет пен Исатай бабаларым қорғаған Беріш руынан тараған Қаратоқай бөлімі. Қара сөзбен жырлаған Асылбектің баласы Бақтияр деген мен болам. Осынау жердің иесі өзіңсің дарқан қазағым, күн сайын кіріп ажарын, таусылмасын той базарын. Дүркінді өтер дүние бір күнде, алпыс күн атам болғанша бурабы бір күн зүлкілде, ашылды төгіл бүкінді, шашылды төгіл бүкінді. Ағайын боранына қарама, ағайын көзін тояма, дүние деген шіркінге, тойға келген сүйіп кел, осы кешке күйіп кел. Осы Амантай атам мен Сая әжеме тағы да бір дуғыл шапалақ соғып